Кейбір мәліметтерге сенсек, бұл мультфильмді жын шайтандар жасады деген теория бар. Бұл мультфильм бір қорқынышты айды көрсеткенмен басталады. Сосын бір қаланы көрсетеді. Бұл жерде адамдардың түрі біртүрлі және қорқынышты. Және де бір мысықтың кетіп бара жатқанын көреміз. Сосын бізге қорқынышты бір адамды көрсетеді. Ол адам өзінің нанын тістеп, оның нанның қоқымын жерге сұққан кезде, анау мысық жегісі келеді. Бірақ оның алдынан өрмекшіге ұқсайтын бір тіршілік иесі шығып, оны қорқытып жүреді. Және де мысық тамақ таппаған соң қоқыстардың арасын көруге барады. Бірақ бұл жерде оның артынан бір қорқынышты бала келеді. Және де қолында пышақ. Ол мысықты өлтіріп жегісі келіп тұрған секілді. Сосын мысықты өлтірейін деп жатқан кезде, оны бір кішкентай қыз құтқарып қалады. Және де екеуі достасып кетеді. Сосын анау қыз мысықты өз үйіне алып кетеді. Үйіне келіп, өзінің ағасынан мына мысықты үйге кіргізсем бола ма деп сұрайды. Бірақ ағасы өзінің біртүрлі бір сөздерін айтып кетеді. Сосын әлгі қыз өз ағасына рахмет айтып, мысықты өз бөлмесіне апарады. Сосын өз бөлмесіне келген кезде, ол тарелкаға мысыққа тамақ салып береді. Және де екеуміз жақсы дос боламыз деп әңгіме айтып отырады. Ал сол уақытта басы кесілген бағанағы адам тіріліп кетеді. Және де флешбектер пайда бола бастайды. Сосын анау қыз бір дауыстар естіп, қалаға карнавал келгенін көреді. Яғни цирк жасайтын адамдар. Сосын біз сол карнавалда неше түрлі қорқынышты заттар бар екенін көреміз. Сосын мысық екеуі сол карнавалға барады. Сол карнавалда құбыжықтар шоуы деп аталатын бір жерге кіреді. Және де ол жерде құбыжықтар өздерінің күштерін көрсетеді. Сосын осы шоудың ұйымдастырушысы құбыжықтарды көрсете бастайды. Біріншісі паук, екіншісі өзінің мұртын қозғалтады. Ал үшіншісі жаңағы басы түсіп қалған адам. Сосын ол әлгі екі мысық пен қызды байқап қап, оның артынан қуа бастайды. Сосын олар бір-бірімен қуып қашып, қуаласпақ ойнап жүрген кезде әлгі қыз үйге кеттік деп мысыққа айтады. Және де олар өз жолдарынан әлгі клоунды кездестіріп қалады. Ол тағы келіп тұрыңыздар дейді. Сосын мысық пен әлгі қыз өз жолдарымен кетеді. Сосын мысық екеуі үйге келіп ағасымен бірге телевизор көре бастайды. Ал сол уақытта әлгі бала олардың үйін аңдиды. Сосын теледидардан Криптонс жаңалықтарын көрсетеді. Ол жерде әлгі баланың карнавалдан қашып кеткенін көрсетеді. Және де одан қорықпау керек, ол қауіпсіз дейді. Бірақ әлгі қыздан басқа. Ол қыз адамдарға қауіпті дейді. Және де әлгі бала ол қыздың терісін жұлып, денесін қоқысқа лақтырып жібереді деп айтады. Сосын ол өз бөлмесіне келіп ұйықтауға тырысады. Бірақ оның көзіне әлгі бала көріне береді. Бірақ ол көріне берген өтірік емес екен. Ол әлгі баланы шынымен кездестіреді. Және де ол оның үйіне кірген екен. Сосын анау бала қызды қапқа салып бір жерге апара бастайды. Сосын анау бала оны бір үйге келіп бір үш отырған клоунға береді. Ал ол клоун болса анаған жеуге тамақ береді. Сосын теледидардан егер клоундар күліп жүрсе, олар қауіпті емес дейді. Ал егер күлмей жүрсе, олар қауіпті. Сосын теледидардан тағы да бір шоуды көрсетеді. Ол шоуда әлгі қызды бір қорқынышты музыкаға билетіп тұрады. Ал сол уақытта оны мысығы мен ағасы ұйықтап жатады. Сосын біз әлгі қызды бетін қинап, қорқынышты қылып жүргенін көреміз. Сосын мысық әлгі қызды іздеп бастайды, бірақ оны таппайды. Сосын ол қыз мүмкін паркқа кетіп қалған шығар деп парктың ішін іздеп бастайды. Сосын клоундардың парады өтіп жатқан кезде әлгі қызды біліп қояды. Сосын оның артынан жүгіріп арбаға отырады. Сосын әлгі мысық қызға барған кезде әлгі қыз оны қолмен лақтырып жібереді. Сосын әлгі клоун анау мысықты өлтір деп қызға бұйрық береді. Сосын қолына пышақ ұстатады. Сосын қолына пышақ ұстап әлгі мысықты өлтірейін деп жатқан кезде қыздың көзіне флешбектер көріне бастайды. Яғни баяғы кездері. Сосын қыз мысықты біліп қояды да әлгі клоунды екіге бөліп тастайды. Сосын мысықты емдеп өз үйіне алып кетеді. Яғни емдеуге алып кетеді. Сосын сол мысықтың көзін де әлгі байлап қояды. Жүрекпен байлап қояды. Сонымен мультфильм бітеді. Осы мультфильмге байланысты міне сіздерге топ 5 қорқынышты теориялар. Криптонс – бұл тозақтың метафорасы. Бұл теория бойынша Криптонс әлемі шынайы өмірден кейінгі тозақ немесе тазалау кеңістігі. Мұнда кейіпкерлер өз күнәлары үшін мәңгілікке жаза тартып жатыр. Әр эпизод бір адамның күнәсінің көрінісі. Мысалы, бір эпизодта кейіпкер шексіз қайталанатын бөлмеден шыға алмайды. Бұл адамның жасаған күнәлары үшін қашып құтыла алмайтын дегенді білдіреді. Кейіпкерлерге уақыт өтпейді. Бұл тозақтың шексіздігін көрсетеді. Яғни тозақ мәңгі қалған. Яғни тозақта мәңгілік қалып қойған. Осы мультфильмдегі құбыжықтар шайтандар немесе жындар. Бас кейіпкердің үлкен шүңгір көзі, бұлғыр терісі, үнемі үрейленген түрі оның тірі емес екенін көрсетеді. Кейбір фанаттар бұл баланың тірі көмілген немесе қатыгез ата-анадан қашып кетіп орманда жоғалып кеткенін айтады. Криптонстағы әлем сол баланың өлгеннен кейінгі санадағы елестері мен елеспен күресі. Және сол жердегі құбыжықтар оның шынайы өмірде көрген зорлық, қорлық, психологиялық жарақаты. Үй, бөлме сияқты локациялар баланың өткен өміріндегі қорқынышты оқиғалармен байланысты. Бұл теория бойынша
Мультфильмдегі әрбір құбыжық адамның ішкі әлемдегі жындығы, эмоциялық бұзылысы немесе психикалық жарақаты. Көзсіз құбыжық ол қоғамда көрген әділетсіздіктен көз жұму. Аузы жоқ құбыжық шындықты айтуға қорқу немесе басып тасталған сезім. Аяқ-қол дұрыс қозғалмайтын кейіпкерлер депрессиядағы адам өмірге деген талпынысының жоқтығы. Яғни бұл мультфильм сырттай қорқынышты болғанымен іштей психологиялық терең драма. Бас кейіпкер отбасында, мектепте немесе басқа ортада зорлық-зомбылық көрген болуы мүмкін. Өлімнен қашып, өзінің қиялындағы бірақ қараңғы қорқынышты фантазиялық әлемге кіріп кеткен. Мультфильмдегі қараңғы, тыныш атмосфера баланың ішкі әлемінің көрінісі. Құбыжықтар оған қарсы болған үлкендер, мысалы мұғалім, ата-ана, көрші болуы мүмкін. Ал бұл әлемде ол ешқай жерден құтыла алмайды. Себебі ол шын өмірде де азап шегіп жатыр. Бұл цикл ешқашан аяқталмайды, яғни мәңгілік тозақ. Ең қорқыныш теориялардың бірі криптонос циклдік әлем, яғни кейіпкерге не істесе де өзгеріс болмайды. Тозақтағыдай. Олар қайталанатын бөлмеде бір сценариймен өмір сүріп келеді. Қашуға тырысады, бірақ қайта айналып басына келеді. Сонда бұл мәңгілік жаза немесе травмадан шықпайтын сана белгісі. Яғни криптонос өлім мен сананың түйіскен жерінде пайда болған ұмытылған рухтар әлемі.